Сәлем оқушылар, бүгін 1-ші сынып математика оқулығынан 2-ші сабақты түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін бинарнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз заттар тобын санауды, салыстыруды үйренесің. Бірінші есеп, суретте қай заттар артық, қайсысы кем, қай заттардың саны тең дейді. Яғни бұл жерде санаймыз, суретке қараймыз. 4 алмұрт бар. Және алманы санаймыз, 7 алма бар. Яғни 7 артық. Алма артық. Ендігі 10 бәліш, 10 тәрелке бар. Яғни екеуі тең де тең. Келесі пилайларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 пилай және шәйнектермен салыстырамыз. Шәйнек бізде екеу. Енді келесі. Мынау артта тұрған үлкен кеселерден 4-еу, ал мынау үстелдің үстінде тұрған пилайлар 5-еу. Салыстырамыз. Қыздың артында 1 алмұрт тұр және үстелдің үстінде 4 алмұрт тұр. Соны салыстырамыз. 4 алмұрт үлкен болады. Келесі есепке қараймыз. Заттардың санын салыстыр дейді. Яғни суретке қараймыз, бірінші суретке. 5 алма және жасыл алмадан 3 алма. Яғни 5 алма үлкен. Келесі 7 алмұрт және 7 жасыл алмұрт. Екеуі тең. Алхоры. Келесі сурет. Алхоры 5-еу. Көк алхоры 7-еу. Яғни 7 үлкен. Үшінші есеп. Отбасы мүшелерін ата. Отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста дейді. Сенің отбасыңда ересектер көп пе, әлде балалар көп пе дейді. Яғни бұл жерге өздерің ойларыңды жазасыңдар. Бірінші, яғни әкесі, сол жақтан санасақ, анасы, қызы, әжесі, атасы, ағасы, інісі отыр. 7 адам отыр. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.